Әлемде шыр етіп оянған сәттен бастап адамзат зерттеп үлгермеген миллиондаған ғажайып бар екенін білесіз бе? Бұл жерлерге бару өмірді өзгертіп жіберсе, кейбір жерлерге бару адамға мен мұндайды тек кинодан көрдім деп ойлатуы мүмкін. Ал бүгін сізді ең сұлу, ең ерекше және ең көп турист армандайтын топ 10 орынға саяхатқа алып кетемін. Ақырына дейін көріңіз, соңғы 3 орында көп адам тіпті естімегенде. Ең бірінші каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең соңғы 10-шы орын Плитвице көлдері, Хорватия. Көгілдір түсті 16 көл, шарбақша секілді сарқырамалар және орманның хош иісі. Туристер бұны жер бетіндегі жұмақ деп атайды. Одан кейін бізде 9-шы Банф ұлттық паркі, Канада. Мұздай көгілдір көлдер, қарлы шыңдар, таулардың айнадай суға түскен бейнесі. Бұл жерге келген адам фотосын еш өңдеусіз салады. 8-ші орын Бора Бора, француз Полинезиясы. Судың үстіндегі үйлер, мажан рифтері, шексіз көк мұхит, жұптардың армандар қаласы. Бізде 7-ші орында Сингапур, болашақ бағы. Түнде жарықтанған 50 метрлік супер ағаштар кинодағы басқа планетаға ұқсайды. 6-ші орын Антилопа каньоны, ақш. Жер мен судың 1000 жылдық еңбегі, тастардың ішіне түскен жарық сәулесі фильм эффектісін береді. Ал енді бесікке де келіп жеттік. 5-ші орында Байкал көлі, Ресей. Қыста әйнектей қататын мұз, көп адам мұздың астында жүрген балықтарды анық көріп таңғалады. 4-ші орында Мальдив аралдары. Құмдары ақ, суы көк, әрбір арал жеке бір мини мемлекет секілді. Ал енді 3-ші орынымызда Салар де Юйни, Боливия. Әлемдегі ең үлкен тұзды шөл. Жаңбыр жауған кезде жер айнаға айналып, аспан мен жерді ажырата алмай қаласыз. 2-ші орында бізде Исландия. Сарқырамалар, гейзерлер, мұздықтар, қара құмды жағажайлар. Бір ел 4 мезгілдің фотозонасы. Ал барлығымыз күтіп отырған 1-ші орында бұл Мачу Пикчу, Перу. Бұлыңғыр таулардың үстіндегі орналасқан ежелгі Инка қаласы. Көп адам мұнда тұрған кезде мен шынымен жер бетінде тұрмын ба деп сұрайды екен. Бұл жер бетіндегі ең әдемі 10 орынның тек бір бөлігі ғана. Егер осы жерлердің біріне бару мүмкіндігі болса, қайсысын таңдар едіңіз? Пікірге жазыңыз. Келесі шығарылымда сіз таңдаған елдердің копияларын жасайтын боламыз.